Ақиқаттың 100 жылдық тойы бұл ұлтымыздың қазақ баспасөзінің тойы деп айтуға болады. Шежірелі тарихы. Сонау 1921 жылдан басталған ұлы жол, ұлы көш бүгінгі күнге дейін жалғасып келе жатқанына Аллаға мыңда бір шүкір дейміз. Кемел ойдың керуенінде тақырыбын әдейі солай қойдық. Өйткені 100 жылдық белесте, ғасырлық шежіреде небір ұлтымызға қатысты, елімізге, халқымызға қатысты кемел ойлар айтылған. Солардың бір қатары десек те артық болмайды, жүзеге асқан. Ақиқат журналының 100 жылдық тойы тәуелсіздігіміздің 30 жылдығымен тұспа-тұс келіп отырғанында бір ғанибет құбылыс деп айтуға болады. Өйткені Ақиқат журналы осы тәуелсіздікке қызмет жасаған бірден бір басылым. Қазақ тарихында туған топырағымызда Айқаптан кейін жарыққа шыққан ауқымды да айбынды журнал осы Ақиқат журналы деп айтуға толық негіз бар.